Сәлем достар, сіздермен Марал. Бүгін сіздерге томатный сокты үй жағдайында қалай жасау керек екенін көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар, каналға подписаться етіңіздер. Ең алдымен бізге тұз және томат керек. Және бір стакан су. Суық су. Енді суымызға қажетті мөлшерде томатный пастаны саламыз. Мен кішкентай қасықпен бір қасық салдым. Енді бұны жақсылап араластырамыз. Ерігенше араластырамыз. Томатный пастамыз еріді. Согымыз құюланды. Енді кішкене ғана менің қасығым енді тұздың қасығы бір шымшым болады. Осындай мен толтырмай саламыз да, тұз ерігенше араластырамыз. Дүкеннен алғаннан көрі қолжетімді үйде барлығы қолда бар заттар әрі пайдалы. Өз қолыңыздан шыққан әрі дәмді. Дүкеннен кемшілігі жоқ. Қолданып көріңіздер, өте дәмді болады.